Сәлем достар. Менің каналымда кездестіріп отырғаныма өте қуаныштымын. Мен бүгін ерекше тәмді тамақ дайындаймын. Соны көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Алдын ала рахмет. Алла разы бола берсін. Бұл ерекше тағамды дайындау үшін 4 бас картоп, 1 бас пияз, 1 сәбіз, қызыл сәбіз, және де 200 грамм ет қажет. Және де 200 граммдай күріш керек болады. Ең алдымен 1 бас пиязды ұсақтап тураған соң, оны тәрелкеге салып дайындап қойдық. Енді кезекте 1 қызыл сәбізді дөңгелекшелеп тураймыз. Енді кезекте 1 қызыл сәбізімізді дөңгелекшелеп турап аламыз. Енді дөңгелекшелеп тураған сәбізді тәрелкеге салып дайындап қоямыз. Енді жаңа қазылған картоптың 4 данасын алып, жуып тазалап, қабығынан аршып, енді оны дөңгелекшелеп турап дайындап қоямыз. Енді осы дайындап алған өнімдерімізді сұйық майға қуырамыз. Егер де сіздерде картоп үлкен болса, оны дөңгелекшелеп турағаннан соң барып, 2-ге бөліп қоюға болады. Сонда сіздердің де картоптарыңыз тым үлкен болып кетпейді. Енді табаға 1 пиала сұйық майдан құйып, астына от жағамыз. Май қызған соң оған турап дайындап қойған пиязымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Қуыру барысында пиязға аздап тұз саламыз. Сонда жан-жағына майды шашырамайды. Аздап бетін жауып, дымдап аламыз. Міне пиязымыз дайын болды. Оған аздап тұз салдым. Жарты шай қасықта. Пиязымыз қып-қызыл болып қуырылған соң, оны жайпақтау кастрөлімізге салып, майын қайтадан табаға құйдым. Енді май қызып тұрғаннан соң, оған ұсақтап туралған етті салып, қуырамыз. Етті қуыру барысында аударылып, аудастырып, қуырып болғаннан соң, оның үстінен 1 пиала жылы суды құйып, бетін жауып, демдеп қоямын 5 минутқа. Етті піскеннен соң барып, оның майсыздау етіп, майынан ажыратып, жаңағы кастрөлімізге пияздың үстінен салып, үстін басып қоямыз. Дөңгелекшелеп тураған қызыл сәбізді салып, оны да 2 бетін қызартып,
қуырып аламыз. Дәмін ерекше етіп тұратын осы қызыл сәбізді енді еттің үстінен салып, басыңқырап қоямыз. Басып қою керек. Кезекте дөңгелекшелеп тураған картобымызды майға салып қуырамыз. Екі беті қызарып дайын болғанда үстінен аздап тұз себелеп қоямыз. Енді оны сәбіздің үстінен кастрюльге саламыз. Видеода көргендеріңіздей аса қиын емес тамақ. Қуырылған картоп және де қызыл сәбіз дәмді ерекше етеді. Ал еті молырақ болса, тіптен дәмді болады. Ендігі кезекте тапаға майды құйып, ол қызғаннан соң жуып, тазалап, дайындап қойған күрішті салып қуырамыз. Енді май тым шашырамас үшін оның майға тұз себелеп қойсаңыздар, майы шашырамайды. Енді осы күрішіміз піскеннен соң барып, тұз қосу керек. Әуелі майға қуырылған, одан кейін суда піскен күріштің дәмі өте кереметтей болады. Күріш 5 минут демделгеннен соң, енді оны картоптың үстінен саламыз. Салып болған соң, үстінен басып қою керек болады. Міне енді күрішімізде өз орнын тауып, енді жаңа шашырап кетпеу үшін күріштің де үстінен басып қоямыз. Енді бұл асты төңкеріп салу үшін мен қызыма айттым. Ол қасықпенен барабан сияқты ұрып, легенге төңкерісіп, қасықпен ұрғыладық. Міне қараңыздаршы. Өте кереметтей болып шықты. Енді астың үстінен азырақ укроп және де райханның жапырақтарынан ұсақтап турағаннан соң, оны легеннің шетінен, тамақтың шетіне салып қойдық. Енді бір қияр және де 2 свежий помидордан 4 бұрышты етіп турап, оны да тамақтың шетіне саламыз. Егер үйлеріңізде айран болса, айраннан да ыдысқа құйып қоямыз. Біздің үйде қызымыз жақсы көргендіктен, оған көбірек айраннан салып қойдық, құйып қойдық. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл ерекше тағамның аты маклюбе болады. Мен осы асты жақында үйреніп алып, пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.
Сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен шарлотка деп аталатын алмалы пирогты жасайтын боламыз. Қажетті заттар тізімін төменге жазып қоямын. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен 5 жұмыртқаны аламыз, ыдысқа саламыз, құмшекермен араластырамыз. Сіз бұл кезде миксерді қолдансаңыз болады, немесе осылай қол миксерін пайдалансаңыз болады. Сонымен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майда, яғни маргаринді ерітіп жұмыртқаға қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Және де 1 шай қасық қопсытқышымызда салып аламыз. Одан соң және артынан ұнды қосып, тоқтаусыз, үздіксіз араластырамыз. Видеомызда көрсетілгендей қою масса шыққанға дейін ұн салып араластырып отырамыз. Одан кейін оны осылай майланған табаға құямыз. Оның үстіне туралып, дайындалып қойған алмамызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Алмаларымыздың барлығын осылай орналастырып алғаннан кейін оны 180 градусқа 50 минутқа пешке қоямыз. Осымен біздің шарлоттамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен бірге жылдам әрі оңай арықтататын салатты жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар міне алма, 2 алма, 2 қызылша. Ең алдымен алманы турап аламыз. Бұл салатты жеген соң күнделікті жүгірмесеңіз де арықтайтын боласыз. Арықтаймын деп жүрген келіншектерге өте жақсы көмектесетін салат. Міне алмамыз дайын. Енді қызылшаға да өте береміз. Енді қызылшаны ашып аламыз. Енді оны алманың үстінен өткіземін. Бисмиллахиррахманиррахим. Ұсақтау көзінен өткіземін. Ас болсын.
Видеом ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге Бакиева Шолпан Әмірқызы. Бүгін мен үй жағдайында құлпынайды шоколадпен әрлеуді айтып беремін. Бізге қажетті өнімдер бұл құлпынай, тәтті шоколад және де кокос стружкасын алдым. Езілген жаңғақ. Құлпынайымызды суға жуып алып, оны кептіріп сүртуіміз керек. Мен бұны жуып болған соң салфетка қағазына қойып, сүртіп кептіріп алдым. Өйткені шоколад бар ғой, ол суды жақтырмайды екен. Ендігі кезекте тәтті шоколадты су моншасында ерітіп, кесеге құйып алдым. Енді оны құлпынайымды бір-бірлеп салып, оған стружканы сеуіп, әрлей бастадым. Сол құлпынайды терген кезде мен сабағын ұзындау етіп тердім. Өйткені осылай шоколадқа салған кезде ыңғайлы болсын деп. Сөйтіп әрбіреуін шоколадқа салып, әсемдей бастадым. Біреуін жаңғаққа салып әрледім. Екіншісін жаңағы кокоспен әрлей бастадым. Құлпынайды осылай шоколадпен әрлеп, әсемдеп, бизнес бастауға да болады екен деген ой келді. Бұл әрине жақсы, өте үлкен еңбек екен. Әрбіреуіне шоколадқа малып, оны жаңғақпен және стружкалармен әсемдеп шығу. Осылайша бір-бірлеп құлпынайларды шоколадқа салып, оны әсемдеп бітіріп шықтым. Шоколадқа салған соң, оның сәл кебуін күтсеңіз, жаңа қойған ыдысыңызға да жабыспайды екен. 5-6 секундтай ұстап тұру керек. Осылайша мен құлпынайлы шоколадты құлпынайды ауызашарының десертіне деп дайындап алдым. Еш қиындығы жоқ екен. Осындай шоколадты құлпынайды жасап беріп, үйдегі балаларыңызға қуантып қойсаңыз болады. Бұл әрі пайдалы, әрі тойымды ас екені сөзсіз. Және осындай шоколадты құлпынайдан көбірек жасап қойсаңыз да, үйіңізге келген қонақтардың алдына қоюға, немесе туысқандарыңызға сыйлыққа апаруға өте таптырмас керемет сыйлық болары сөзсіз. Немесе осындай құлпынайлы бизнес бастап кетсеңіз де болады. Және де жақындарыңызды қуантып, туылған күндеріне сыйлық жасасаңыз болады. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін осындай құлпынайды жасап көріңіздер. Енді маған бірнеше идеялар келіп тұр. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Егер видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып, лайк басып қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ас болсын баршаңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлем достар, менің каналыма хош келіпсіздер. Бүгін мен ерекше салат фунчоза салатының рецептімен бөлісетін боламын.
Şimdi бізге бір қалта фунчоза, бір сәбіз, 4 қияр, 2 бас пияз, 2 бас сарымсақ пиязы, 1 балғар бұрышы керек болады. Ең алдымен кеңірек ыдысқа фунчозаны қайнаған ыстық суға салып қоямыз 15 минутқа. Фунчоза ісініп, өзіне келем дегенше, дайын болам дегенше, біз мұнда көкөністерді кесіп, турап дайындаймын. Ең алдымен сәбіз кескіштен салып өткізіп аламын. Сәбіздің тым ұзын немесе тым қысқа болмағаны дұрыс. Ал енді қиярды да ұзынша етіп кесіп дайындап аламын. Қызыл түсті балғар бұрышында ұсақтап турап аламын. Енді осы салаттың қызыл рең беріп тұрған осы қызыл балғар бұрышы. Пиязды да майдалап турап, оны майға қуырып аламын. Енді тауықтың төс етін ұсақтап турап алу керек. Ұсақтап турап алған соң, оны майда қуырамын. Майда қуырған кезде оны тым көп уақыт қуырмайды. 5 минут қызартып қуырсаңыз жеткілікті. Тауықтың етінен соң, тауықтың етіне аздап тұз қосып, және қара бұрыштан қостым. Одан кейін барып пиязды да салып қуырдым. Тым көп қуыруға да болмайды. Пиязды аздап солытып қуырсақ жеткілікті. Ендігі кезекте қызыл бұрышты салып, оны да аздап солығанша қуырып аламын. Балғар бұрышынан кейін қызыл сәбізді қуырамын. Одан кейін барып сарымсақ пиязды да қосамын. Суық суға салып алған соң оны кесіп, үлкен ыдысқа салып, тым ұзын болмаған дұрыс, жеуге ыңғайсыздау болады. Фунчозаның үстіне кинзаны майдалап турап салдым. Оның үстіне қиярды салдым. Қиярдан кейін жаңағы майға қуырған заттарды қостым. Енді салаттың дәмін ерекшелей етіп тұратын соя майын қостым. 3 ас қасық қоссаңыз, және де 1 ас қасықта уксустың сумен араласпақ қоспасын қостым. Міне салатымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Бәріңізді осындай салат жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге Шолпан Әмірқызы. Бүгін қарапайым ингредиенттермен цезарь салатын жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал видео ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Салатқа қажетті ингредиенттер: 3 қызанақ, 4 суға піскен жұмыртқаны, және де эмнур сырынан пайдаландым. Және багет қытырлақ наны, 3 желание майонезі керек. Ал тауықтың төс етін арнайы суға пісіріп алдым. Суға пісіріп жатқанда оған тұз салып, дәмін кіргізіп алдым. Видеода көргендеріңіздей тым ұсақтамастан кубик тәрізді етіп турап аламын. Ал қызанақты турағанда
жапырақты үлкендеу етіп және де әдемі көріну үшін үлкендеу турағанымыз дұрыс болады. Бұл өте пайдалы және де ерекше дәмді диеталық салат деп есептеймін. Бұл салаттың ішіндегі сырды жақсы көретіндер үшін өте жақсы болады деп ойлаймын. Осы Цезарь деген адам өзінің атын салатта қойылатын білді ме екен деп ойлаймын. Барлығын жақсылап турап болғаннан соң, три желания майонезімен араластырып, енді бұны жеуге дайындап қоюға болады. Баршаңызға салат ас болсын. Осындай салатты жасап, үйдегілеріңізді, отбасыларыңызды қуантып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер де видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз балмұздақ дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына шейін көріңіздер. Бізге қажетті заттар: 1 литр сүт, 150 грамм шекер, 2 жұмыртқаның сарысы, 100 граммдай сары май және де 300 грамм құлпынай. Ең алдымен құлпынайды жақсылап жуып аламын. Сүтті отқа қойып, қыздырып аламыз. Енді жұмыртқаның сарысы мен ағынан ажыратып аламын. Енді жұмыртқаның венчикпенен жақсылап араластырамыз. Аздап шекер қосып. Азаздан қосып, сүттен оны да жақсылап араластырамын. Енді мына қоспамызды қыздырып тұрған сүтке қосамын. Енді отты жай қоямын. Жаңа керекті заттарды айтқанда ұмытып кетіппін да. Соны енді осының барлығын мынау сүтке қосамын. Енді газдың отын баяулатып, осылайша 5-6 минут қозғап тұрамын. Жуып тазалаған құлпынайымызды кесіп дайындап, қосуға дайындап аламын. Жаңағы сүттен азырақ алып, оны суытып, енді картофельный крахмалдан қосамын. Бұны жақсылап араластырып аламын. Енді бұл қоспамызды сүтке қосып, жақсылап араластырамын. Енді сары майдың тазасынан алып, мен закрома деген сары майдан 100 граммын алып қостым. Ал енді бұны туралған құлпынайдың үстіне құямын. Үшін
ыдыстағы судың ішіне салып қоямын. Екінші бөлігін шоколадтың үстіне құямын. Енді шоколадың жақсы еру үшін бұны қозғап тұрамын. Мына екі қоспамызды мұздатқышқа салып қоямын. Енді осымен балмұздағымыз дайын, ас болсын. Видеоны ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз құлпынайдан және бананнан коктейл жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына шейін көріп, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұның жасалуы өте оңай. Бананды турап дайындай аламыз. Блендерге салған соң, оның үстінен жарты стақандай құм шекерді саламын. Егерде тәттіні жақсы көрсеңіздер, құм шекерді көбірек салсаңыз да болады. Ал енді тым тәтті болмасын десеңіз, азырақ қосасыз. Енді блендердің қақпағын жауып, 2 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Араластыру барысында біз оған қайта-қайта қарап тұруымыз керек. Әбден жақсылап, езіліп, араласқаннан соң барып, енді қайнатып піскен және де суыған сүтті қосамын. Енді кезекте ақ түсті бір балмұздақты қосып, оны да бетінің көбіршік болғанша араластыруды жалғастырып аламын. Міне коктейліміз дайын. Енді оны стакандарымызға құйып дайындап аламыз. Енді кезек құлпынайды жақсылап жуып, оның түбінен тазартып аламын. Құлпынайдан 250 грамм алып, оны да блендерге салып, үстінен жарты стакан құм шекерді қостым. Оның үстінен бір балмұздақты қосып, блендермен араластырдым. Мұны да 2 минуттай жақсылап араластырып, міне құлпынайдың түсінен аздап қызғыш рең болды. Енді оны сүтті қосып және араластыраймыз. Алдын ала дайындап қойған стакандарға құйып, құлпынайдан кесіп, әдемілеп әрлеуге болады. Міне ас болсын, біздің коктейлдеріміз дайын. Ал енді достар, видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында тауық етінен колбаса жасаймыз. Бұл колбасаның артықшылығы үй жағдайында жасалған халал өнім. Балалар сүйсініп жейтін болғандықтан үйде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: тауықтың 3 аяғы, сарымсақ, пияз және дәмдеуіштер қара бұрыш, паприка, тұз. Ең алдымен тауықтың етін сүйегінен ажыратып блендерге саламын. Жақсылап езіп аламыз. Енді чеснок кадавкаменен мына сарымсақ пиязды езіп қосамыз. Және мына дәмдеуіштерді қосамын. Барлығын қосып, тағы да айналдырамыз.
Ендігі кезекте мына пищевая пленканы екі қабаттап төсеп, салманы салып ораймын. Бұны қолымызбенен нығыздап алып, қалыппаса пішіндіге келтіреміз. Бұны 2 сағаттан кейін мұздатқыштан алып, бұны кесуге даярлап жатырмын. Кесіп көреміз. Міне менің жасаған колбасам, тауық етінен жасаған колбасам дайын. Ас болсын. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Осындай жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз мынандай зебра ала құймақтардан пісіретін боламыз. Видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Менімен бірге жасап көрсеңіздер де болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып, оны табаққа шағып алғаннан соң, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны көпіршіте отырып, жақсылап тағы араластырамыз. Араластырып болған соң, оған 150 грамдай шекерімізді қосып, тағы араластырамыз. Шекер мен 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспамызға және де 1 қасық соданы және 1 қасық жарты шай қасықта тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мұны жақсылап араластырғаннан соң, құймақтың қамыры өте тегіс әдемі шығу үшін, оны жақсылап араластыруымыз керек. Енді 1 пиала сұйық майдан қосып, бір кесеге азырақ құйып алғаннан соң, оған азырақ какао қостық. Бұл қоймалжыңды да жақсылап араластырып аламыз. Қосқан 2 ас қасықтағы какао жақсылап ерігенше, оны да кеседе қасықпен араластырып аламыз. Дәмі ерекше, дәмді, тәттірек болу үшін, оған 3 шай қасықта шекер қосамыз. Қосқан 3 шай қасық шекерді еріте отырып, ерігенше жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Бұл қоспаны құймақты ала құймақтың арасына аласын пісіру үшін неге құйып аламыз.
дайын қапшығына құйып аламыз. Одан кейін оны табаға құйып пісіруге дайындап қоямыз. Бұл қоймалжыңды да дайындап аламыз. Қыздырылған тапаға да осы қоймалжыңнан бірінші пісіретін боламыз. Оны енді арнайы қапшығына құйып дайындап қоямыз. Енді табамызды отқа қойғаннан соң оған жарты шай қасықта сұйық майдан құйып, оны жаққышпенен тапаның бетіне жағып қоямыз. Енді жаңағы арнайы қапшығына құйып алған қоспамыздан шетінен тесіп, енді оны тапаға осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп құйып шығу керек. Енді алдын ала осындай піскеннен соң, тапада піскеннен соң, үстінен құймақтың негізгі қамырынан құйып шығамыз. Міне какаолы қоспа пісті ау деген кезде барып, одан кейін барып құймақтың қамырынан құямыз. Енді ол тезірек әрі бір тегіс жайылуы үшін тапаны қозғалтып, тегіс жайылуын қарап тұрамыз. Жайылғаннан соң оны екі жағында қызартып, кәдімгі құймақ етіп пісіріп аламыз. Мына видеода көргендеріңіздей етіп, вилкамен аударып алуға болады. Міне бетінде тесікшелер пайда болған кезде екінші бетін ауыстырып пісіруге болады. Міне біздің блинчиктер дайын болды. Бір демде 10 минутта пісіріп алуға болады. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесіде көріскенше сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз өте жұмсақ, әдемі, бір келкі болып пісетін блинчик пісіреміз. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Екі 200 грамм шекер және сода керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, ішіне салып, оны жақсылап араластырамыз. Венчикпен оны жақсылап араластырамын. Одан кейін 200 грамм шекерді салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді жақсылап араластырып алған қоспамызға бір пиала сұйық майды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосып араластырған кезде аздап көпіршіктеніп шығады. Енді осы қоспамызға жарты литр сүтті қосамыз. Оны да жақсылап араластырып алып, жарты кесе суды құямыз. Бұл сүтті де жақсылап, әбден жақсылап араластырып аламыз. Енді блинчигіміз жұмсақ болып, дәмді болу үшін бұған фильтрленген жарты кесе суды қосамыз. Енді блинчигіміз жұмсақ, дәмді болу үшін бұны көбірек және жақсылап араластырып аламыз. Енді бұған
жарты шай қасықта содан қосамын. Бұны да жақсылап көпіршіте отырып араластырып аламыз. Қоспап біркелкі болып, одан кейін оған електен өткен ұнды қосамыз. Бұны да жақсылап түйіршіктерін кетіре отырып араластырамыз. Жақсылап араластырып, ұнды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Енді ұнымыз жетпей қалса, оны және де ұн алып, електен өткізіп, және аз-аздан қоса отырып араластырып аламыз. Міне біздің құймағымыздың қамыры осындай сұйықтықты болу керек. Енді бұны қызған тапаға бір-бір шөміштен алып, тез-тез пісіріп алуға болады. Отын жай қою керек. Сонда біркелкі бір тегіс қызарып піседі. Міне бетінде тесікшелер пайда болған кезде екінші бетін ауыстырып пісіруге болады. Міне біздің блинчиктер дайын болды. Бір демде 10 минутта пісіріп алуға болады. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесіде көріскенше сау болыңыздар. Сәлем достар! Бүгін біз етсіз қарақұмықтан өте дәмді котлеттер жасаймыз. Видеом ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: 800 грамм піскен гречка, 2 бас ақ пияз, 1 бас сарымсақ пиязы, және 2 жұмыртқа, және қатқандау бір нан. 100 граммдай ұн, бұрыш, тұз және паприка, 1 пияладай сұйық май. Ал енді ең бірінші біз қатқан нанымызды жібітеміз суға. Жібітілген нанды блендерге салып, енді оны жақсылап араластырып майдалаймыз. Енді ыдысымызға салып аламыз бұны. Енді бір бас пиязымызды майдалап тура аламыз. Пиязды нанның үстіне, жібітілген нанның үстіне саламыз. Енді сарымсақ пияздан да тазалап қосамыз. Бұл сарымсақ пиязды котлетіміздің дәмін өте кіргізіп, дәмді етеді. Бұны сарымсақ пиязды езіп, қысқышқа саламыз, сөйтіп қосамыз.
Енді бұған гречканы қосамыз. Ал енді бұны жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқаны шағып, тұзды және паприканы қосамын. Аздап қара бұрыштан да қосып жіберемін. Иісі деген керемет болып кетті ғой. Енді котлетті жасауға кірісеміз. Видеоны ұнап жатса, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Одан соң кішкене шұңқырлау ыдысқа 5 жұмыртқамызды саламыз. Туралған нанды сол жұмыртқаға бұқтырып қоямыз. Ал енді нанымызды алып, қызып тұрған майға 2 жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Міне осымен біздің жеңіл, тез дайындалатын таңғы асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем құрметті оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен бірге таңертең мектепке баратын балдарымыз үшін тез әрі оңай дайындалатын тағамды бірге жасайтын боламыз. Бізге 3 жұмыртқа және де 1 бөлке нан қажет болады. 3 жұмыртқаны ыдысқа шағып, оған кішкене тұз себелейміз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлке нанымызды алып, оны ұзынша етіп турап аламыз. Одан соң туралған нанымызды жұмыртқаға осылай малып аламыз. Кішкене уақытқа осылай қойып қоямыз. Одан кейін отқа қызып тұрған табаға кішкене май қойып қыздырып аламыз. Одан кейін жұмыртқаға малынған бөлке нанымызды 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видеом ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды
Жем шоколаденің екінші атауы тез дайындалатын тәтті. Қажетті заттар: талқан, мейіз, жаңғақ, шоколад және шекер, сармай. Талқанға шекерді, мейізді, сармайды қосып араластырамыз. Енді қаласаңыз, қойытылған сүтті қосуға да болады. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, қолымызбенен домалақтап шығамыз. Одан соң шоколадымызды қайнаған суға салып ертіп аламыз. Енді домалақтап алған женттерімізді шоколадқа салып, үстінен жаңғақпен әсемдеп шығамыз. Міне женттеріміз дайын, ас болсын. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Şurası mı? Hı hı.